Армысыздар, қымбатты оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Міржақып Дулатұлы «Бақытсыз жамал» романы. Міржақып Дулатұлы халық жүрегінде ерекше қымбат тұлғалардың бірі. Әдебиеттің дамуына үлес қосқан қаламгер және қоғамдық әлеуметтік іске белсене араласқан қайраткер Міржақып Дулатұлы бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданында Қызбел атырабында 1885 жылы 25 қарашада дүниеге келген. Бақытсыз жамал бұл қазақтың тұңғыш романы. Бақытсыз жамал романының қысқаша мазмұны. Шығармаға арқау болған оқиғалар 20 ғасыр басында қазақтың кез келген шаңырағында өтуге мүмкін. Әркімге таныс, түсінікті жайттер. Бақытсыз жамал романы туралы алғашқы пікір айтқан Ахмет Байтұрсынұлы болған. Қазақта бұрын роман жоқ еді. Біздің арамызда қазақша бірінші роман жазып шығарған Міржақып Дулатов болды. Оның Бақытсыз жамал деген романы 1910 жылы басылып жарыққа шықты деді. Негізгі сюжет желісінде басты кейіпкер Жамал тағдырымен сабақтас өрбіп отырады. Шығарма оның туғанынан өлгеніне дейінгі аралықта негізгі белестерді қамтиды. Әкесі Сәрсенбайдың Құдайдан жалбарынып сұрап алған баласы. Шешесі Шолпан әкесінің бір перзентке зар болып жүріп үйленген екінші әйелі. Заман өзгерістері қазақ ауылына да жаңалығы келген. Соның бірі қолға молда ұстап балаларға хат таныту, кітап оқыту болатын. Осындай әрекетке кіріскен адамның бірі Сәрсенбай болатын. Алақанға салып еркелетіп, тіпті ұл балаша киіндіріп қойған Жамал молдадан 5 ағай оқыса да, қисса жырларды зулатып оқып, ауыл аймақты аузына қаратады. Өзі де жанынан өлең шығаратын дарынды бойжеткен болып көзге түседі. Зеректігімен, ақыл көркімен, шешендігімен ауызға ілінеді. Сөйткен Жамалдың мойнына қыл тұзақтай болып, әкесі Сәрсенбай мен Байжан арасында құдалық болады. Бұрынғы жақсы күндер көрген түстей ғайып болады. Қайғылы, азалы, мұңлы шақ. Сорлы анасы Шолпаннан өзге қол ұшыр берер ешкім жоқ. Билік арманы ес ақылын билеп қалған әкесі Сәрсенбайды тоқтатар күш жоқ сияқты. Жамал бір тойда жас, оқыған, сыпайы, сұлу жігіт Ғалимен танысады. Осылай бір-бірімен той үстінде өлең арқылы танысқан екі жас бір-біріне ғашық болады. Ғалидің Жүніс, Нұрмаш атты екі досы көмек етіп, Ғали Жамалды алып қашып, ниеттес досы Татар байы Фатихолланың үйін паналайды. Екі ғашықтың Фатихолланың үйіне екенін білген Байжанға мәлім болған соң, екеуі жылжып Ғалидің нағашыларын жағалайды. Аяқ астынан ауырған Ғали 13 күн төсек тартып, кенеттен дүние салады. Жамалдың жалғыз қалуы еріксіз Байжан босағасына барып, Жұманнан зорлық көреді. Жұман Жамалды кеудеге тепкілеп, талдырып тастайды. Содан Жамал бұл иттің қолынан өлгенше басқа жаққа кетіп өлейін деп ой келеді. Жамалдың бармақшы болғаны қаладағы Фатихолла бай еді. Жамалдың бұл ойына қарай Байжанның сол түні ерттеулі тұрған аты дайын болады. 20 шақырым шыққаннан соң қатты боран көтеріліп, жол көрінбей кетеді. Сөйтіп, Жамал мақсатына жете алмай адасып, жапан далада желтоқсанның боранды түнінде жан тәсілім қылды. Ертеңінде бауыры қара жерге тапсырылады. Шығарма сюжеті. Бекжан деген ауылнайдың үйінде отырғанда бір жігіт шауып келіп, «Сүйінші, Сәрсеке, дүниеге тақая тігіп беретін қыз туды» деп Сәрсенбайдан сүйінші сұрауы. Алдында 100 жылқы, 200-300 қойы бар дөңгелек дәулет иесі Сәрсенбайдың жамағаты Қалампыр ғұмырында бала көтермей балаға мұқтаж болған.
Қалампырдан рұқсат алып, Жарас деген молданың Шолпан деген қызын Сәрсенбай өзіне екінші әйел етіп алады. Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында көрген жалғыз баласы Жамал туғанда зор қуанышта болып, баланың есімін Жамал қояды. Жамалды еркек балаша киіндіріп, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді. Уфа медреселерінің бірінде оққан, мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт, жасы 22-лерде 9 жасар Жамалға келісілген 5 ай бойы бұрынғы молдалардың кітабын оқытып, хат танытып, жаздырып үйретеді. Сәрсенбай ұлды болады. Ғазиз молдадай болсын деп сәбидің есімін Ғазиз қояды. Сәрсенбай қанша момын болса да дәулетке қызығып, билікке таласпақшы болады. Сөйтіп Сәрсенбай сайлауда жеңіліп, салы суға кеткен кісідей болып үйіне қайтады. Байжан деген байдың 17 жасқа келген Жұман дейтін бір таз һәм ақылсыз баласы бар еді. Байжан Сәрсенбайдың қызы Жамалға құда түсіп, кісі жібереді. Сәрсенбай құдалық есебімен келесі сайлауда би болатын шығармын деген ойға кіріп, құда болуға келісімін береді. Бір айдан соң батасы 47 малы, 200 ақшаға келісіп, Байжан келіп құда түседі. Қыз ортасында шілдеханада Жамал Ғали деген орта бойлы, сөзі сыпайы, әдепті, киімі ноғайшалау келген жігітпен танысады. Жамал мен Ғали аз күнгі ойын күлкінің қызығымен өздерін бақытты адамдардан санап жүргенде бір қасіретті хабар келеді. Байжан мен Сәрсенбай арасындағы уағдалары болып, енді бір айда Жұман күйеу ұрын келіп қалыңдық ойнайды деген өсек расқа шығады. Ғали мен Жамал ендігі жексенбіде ат сайлап жолға дайындалады. Жамал да қарап жатпай, ақырғы сырын туған анасы Шолпанға айтады. Шолпан разы болып, жол қамын ойлай бастайды. Ғалидің достары Жүніс пен Нұрмаш үшеуі жолықпақшы болған сайда даяр болады. Жамалды анасы Шолпан шығарып салып, қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер деп ақ жол тіледі. Ғали мен Жамал қалаға аман жетіп, Фатихолла деген байдың үйіне келеді. Бастан аяқ оқиғаны Ғали Фатихоллаға айтқаннан кейін ол екеуін үйіне қабыл алады. Жамалды біреу түнде алып кетіпті деп Байжанға кісі жібереді. Байжан қыз бен жігітті іздеуге кісі жіберіп, ақырында қаладағы Фатихолла байдың үйінде екендігіне көз жеткізеді. Фатихолла 2 жастың бұл үйде еместігіне көздерін жеткізіп, келген кісіні кері қайтарады. Кісілер кеткен соң Ғалиге басқа жерге паналағандарың дұрыс болар деп ескертеді. Ғали Фатихоллаға алғысын білдіріп, 3 шақырым жердегі атасының нағашысына Жамал екеуі жол жүреді. Жолда 4 қонып, бабас нағашысының үйіне жетіп, ыстығы көтеріліп, Ғали қатты науқастанады. Барлығы 13 күн ауырып, бейсенбі күні жас ғұмыр Ғали көз жұмады. Хабарлаушылар Жамалдың үйіне кісі салып, Жамалдың шешесі Жамалды өз үйіне алып қайтады. Жамал өз үйіне бір ай тұрғаннан кейін Байжанның әйелі Жұманға Жамалды алып келеді. Жұманнан Жамал көп қорлық көреді. Соққыға да жығатын. Жамалды талдырған күні де болды. Жамал бұл иттің қолында өлгенше қаладағы Фатихолланың үйіне бармақшы болып шешім қабылдайды. Байжанның ерттеулі тұрған атына мініп, жылырақ киініп жолға шығады. 20 шақырым жүргеннен кейін боран көтеріліп, жол көрінбей кетеді. Жамал мақсатына жете алмай, жапан далада боранды түнде жан тапсырады. Сәске кезінде 6 жолаушы жол үстінде қалтиып тұрған атты көреді. Аттың ізімен жүріп шашылып жатқан киім бір әйелді көреді. Қалтасында қағазын алып шығып, Байжанның келіні Жамал екенін біліп, ауылға кісі жібереді. Жамалды
байжандарға апарып бергеннен кейін ертеңінде Жамалды қара жерге тапсырады. Осылайша, қымбатты оқушылар, сіздер Бақытсыз Жамал романының қысқаша сюжеттік желісін білдіңіздер. Назар қойғандарыңызға алғысымды білдіремін.